Табиғатты аялаңыздар. Жоба тақырыбы «Жасыл әлем, жарқын болашақ». Жоба бағыты экологиялық мектеп газеті. Жобаның негізгі мақсаты мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру және табиғатты қорғауға үндеу. Жұлдызбаева Інжу, 6 сынып оқушысы. Неліктен жасыл клуб, эко-жас газеті? Себебі эко-сауаттылық, қоршаған ортаны қорғауды мектеп қабырғасынан бастау. Ақпаратты қолжетімділік, экологиялық мәселелер мен олардың шешімін қарапайым тілмен жеткізу. Іс-әрекетке шақыру, тек сөзбен емес, нақты іспен. Газетіміздің айдарлары мынадай бөлімдерді қамтиды. Эко-хабар, мектептегі және аймақтағы экологиялық жаңалықтар. Жасыл кеңес, күнделікті өмірде қолдануға болатын эко-лайфхактар. Эко-сөздік, терминдерді 3 тілде түсіндіру. Табиғат жанашыры, табиғатты қорғап жүрген, зерттеп жүрген маман иелері мен тұлғалармен сұхбат. Эко-жас газеті бұл жаңалықтар жаршысы. Жасыл лайфхактар бөлімінде ата-ана оқушыларға да өте пайдалы кеңестер бар. Оқырмандарға сауалдар қойып тұрамыз, себебі әрбір пікір біз үшін өте құнды. Эко-сөздік оқимын, білемін, үйренемін деген оқушылар үшін ең пайдалы ақпарат. Барлық ата-аналарды, ұстаздарымызды, оқушыларымызды эко-челлендж бөліміне белсенді қатысуға шақырамыз. Біз газет барысында ұстаздарымыздан сұхбат алдық. Жауабын QR-код арқылы оқи аласыздар. Әзілмен мектеп өмірін байланыстыра отырып, эко-прогноз жасадық. Сонымен бірге Проэко жобасының жеңімпаздарын құттықтау, ақ тілегін арнадық. Эко-шығармашылық бұрышы әр шәкірт үшін ең пайдалы бұрыш. Бұл жерге оқушылар салған суреттерін, экология, табиғат жайлы жазған ертегілерін, өлеңдерін жариялауға болады. Белсенді, ұқыпты, табиғат пен жасыл әлемді сүйетін, тазалыққа жаны құмар оқушыларымызды марапаттап, үздіктерді анықтаймыз. Біздің газет тек ақпарат емес, бұл эко-мониторинг құралы. Газет ерекшелігі мынадай 2 бағытқа бөлінеді: интерактивтілік және тәжірибелік. Интерактивтілік дегеніміз газет бетіндегі QR-кодтар арқылы табиғат, экология туралы бейнероликтерге және онлайн мәтіндерге, викториналарға өту мүмкіндігі. Шығармашылық бұрыш оқушылардың экология тақырыбындағы суреттері мен өлеңдері. Тәжірибелік, ескі затқа жаңа өмір, үздік таза сынып, мектептің эко-рейтингі, табиғат жедел жәрдемі, бөлме өсімдіктеріне дұрыс күтім жасау, мектеп ауласындағы ағаштарды зақымданудан қалай қорғаймыз, жасыл асхана, қалдықсыз өмір, тамақ қалдықтарымен дұрыс тамақтануға қатысты кеңестер. Күтілетін нәтиже мынандай көрсеткіштермен сипатталады. Мектеп қауымдастығының экологиялық жауапкершілігін артады. Қағаз қалдықтарын азайту мақсатында газеттің электронды нұсқасы таратылады. Экологиялық еріктілер қатары көбейеді. Газеттегі эко-лайфхактар айдары арқылы отбасылар қалай үнемдеуді үйренеді. WhatsApp желісі арқылы ата-аналар чатына таратылып, ата-аналар мектеп қабырғасындағы эко-жас газетінің жаңалықтарымен танысып отырады. Табиғатқа деген жанашырлықты әр жүрекке жеткізу біздің басты мұратымыз. Мақсатымыз орындалуда, оқушылар арасында экологиялық тренд қалыптасуда. Нақты іс: газет аясында мектепшілік жасыл патруль қозғалысы кеңейтілуде. Жас тілшілер мен эко-блогерлер тобы қалыптасып, медиа саласындағы алғашқы қадамдары жасалуда. Біз әрбір жазған мақаламызды әр оқырман жүрегіне тұқым ретінде себеміз. Ол ертең саналы ұрпақ, таза ауа және жасыл әлем болып өсіп шығады.